бардыңыз. Менің бүгінгі қорғайтын тақырыбым су тіршілік көзі, қоршаған орта мен денсаулық байланысы. Су табиғаттағы ең маңызды экологиялық факторлардың бірі. Ол жер бетіндегі барлық ағзалардың өмір сүруі үшін қажет негізгі ресурс болып табылады. Жер бетінің шамамен 70%-ын су алып жатса да, оның тек 2,5% тұщы су, ал ауыз суға жарамды бөлігі одан да аз. Зерттеу жұмысының мақсаты қоршаған ортадағы судың экологиялық жағдайын анықтап, оның адам денсаулығына әсерін зерттеу және судың сапасын жақсарту мен қорғаудың тиімді тәсілін ұсыну. Жамбыл облысы Шу ауданындағы су көздері және олардың экологиялық жағдайы. Жамбыл облысы еліміздің оңтүстік аймағында орналасқан, табиғи су ресурстары жағынан маңызды өңірлердің бірі. Облыс аумағынан бірнеше өзен, бұлақ және жер асты су көздері өтеді. Солардың ішінде Шу ауданының негізгі су артериясы Шу өзені болып табылады. Шу өзені Қырғызстан Республикасының аумағынан басталып, Қырғызстан жері арқылы өтеді. Ол ауданның ауыл шаруашылығында, тұрмыстық қажеттілікте және экожүйенің табиғи тепе-теңдігін сақтауда үлкен рөл атқарады. Шу ауданы тұрғындары негізінен мынадай су көздерін пайдаланады. Орталықтандырылған ауыз су. Ауданның көптеген елді мекендері осы жүйемен қамтылған. Шу ауданында шамамен 26-27 елді мекен орталықтандырылған жүйемен қамтамасыз етілген. Бұл жалпы 35 елді мекеннің көп бөлігі. Жартылай орталықтандырылған немесе құдықтан тасымалданатын су. Кейбір елді мекендерде ауыз суға толық қосылмағандықтан тұрғындар көшедегі құдықтан немесе қоғамдық түйіннен су тасиды. Аудан бойынша 4 елді мекен жартылай қамтылған деп көрсетілген. Жеке құдықтар және ұңғымалар. Ауылдарда, әсіресе орталық жүйе жоқ жерлерде тұрғындар көбінесе құдық немесе жеке ұңғымадан су алады. Өзен немесе табиғи ашық көздер. Тікелей тұтыну сирек, бірақ кейбір ауылдарда өзен, бұлақ секілді көздер пайдалануға әсер етуі мүмкін. Шу ауданы тұрғындарының судың сапасына байланысты денсаулық жағдайы. Жер асты суларының шамадан тыс пайдаланылуы, тұздануы және минералдық құрамының өзгерістері, ауылдық жерлерде ұңғымадан алынатын су кейбір көрсеткіштері бойынша қаттылық немесе минералдық заттардың көбеюі мүмкін. Бұл ұзақ мерзімде бүйрек ас қорыту жүйесі мәселелеріне әсер етуі ықтимал. Ауыл шаруашылығынан және тұрмыстық ағынды сулардан ластану қаупі бұл өзен, канал және кейбір ұңғымаларда патогендер немесе химиялық астықтар пайда болуына әкелуі мүмкін. Пайдаланатын судың хлорланбауы немесе дезинфекцияның жеткіліксіздігі. Орталықтандырылған жерлерде де кейде хлор қалдықтарының төмен болуы диареяға әкелуі мүмкін. Зертханалық жұмыс тақырыбы әртүрлі су үлгілерінің сапалық көрсеткіштерін салыстырмалы талдау. Зерттеуге қолданатын нысандарымыз фильтрден өткен су, кран суы, қайнатылған су, Шу өзенінің суы. Ең алдымен ақпараттың көмегімен түсін анықтайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, Шу өзенінің суы ғана бұлыңғыр, қалғандары түссіз. Ендігі кезекте біз иісін анықтайтын боламыз. Фильтр суы иіссіз, қайнатылған су иіссіз, кран суынан әлсіз иіс шығады екен, Шу өзенінің суынан аздап иіс шығады екен. Су үлгілерінің мөлдірлігіне келетін болсақ, Шу өзенінің суының аздап тұнбалы екенін байқауға болады. Ендігі кезекте су үлгілерінің қышқылдығын анықтайтын боламыз. Ол үшін бізге лакмус қағазы қажет болады. Қысқаша қорытындылай келсек, фильтр суы мен кран суы және қайнатылған суды ішуге болады, бірақ кран суын кішкене тазартып ішу керек, ал Шу өзенінің суын мүлдем ішуге болмайды. Ластанған. Менің жұмысымның тақырыбы су тіршілік көзі. Бұл жұмысты жасау арқылы мен судың адам өміріндегі маңызын және оны үнемдеудің қажеттілігін көрсеткім келді. Мұнда біз судың табиғаттағы үлкен және кіші айналымын көрсетіп тұрмыз. Ал мұнда химиялық формуласы. Ал мына бейне суретпен біз адам өміріндегі судың әрбір тамшысының маңызды екенін және оны үнемдеу керек екенін көрсетеміз. Ал мына суретпен біз мұхит сулары химиялық қалдықтармен қалай ластанғанын көреміз, және де біз оны қорғап таза ұстауымыз керек. Менің мақсатым адамдарға әрбір тамшы судың қадірін түсіндіру, себебі су өмірдің бастауы, денсаулықтың кепілі. Қорытындылай келе, Жамбыл облысы Шу ауданы табиғи су көздеріне бай аймақтардың бірі.
Шу ауданында су көздерінің әркелкі сапада екенін және экологиялық бақылаудың маңыздылығын көрсетеді. Өзен суының ластануы тұрмыстық қалдықтар, ауыл шаруашылығы және климаттық әсерлермен байланысты. Аудан тұрғындарының денсаулығы да су сапасымен тығыз байланысты. Менің бүгінгі зерттеу жұмысым туралы айтар ұсыныстарым: тұрғындар арасында экологиялық сауаттылықты арттыру, суды үнемдеу, тазалық сақтау және судың ластану себептері туралы ақпараттық бұрыштар, сынып сағаттары, акциялар ұйымдастыру ұсынылады. Суды тазарту технологияларын жетілдіру, әр отбасында сапалы сүзгі пайдалану, ал ауылдық жерлерде су тазарту қондырғыларын орнату маңызды. Қайта қолдануға және үнемдеуге бағытталған іс-шаралар, мектептер мен мекемелерде әр тамшы өмір атты экологиялық акциялар мен челлендждер ұйымдастыру.